Әкесін қамауға алып жатқан депортациялайын деп жатыр. Иә. Қайда депортациялайды? Білмеймін, мен бұл оқиғаны өтірік айтпаймын, бейхабармын. Қалай осындай резонансты оқиғадан хабарыңыз жоқ? Бүкіл әлеуметтік желі шулап жатыр. Айттым ғой, мен айдан білмеймін, бейхабармын. Ринат Зайытов Талғардағы резонанс себебін тілшілер мен блогерлерден көрді. Мәжіліс депутатының айтуынша, Қазақстанның басқа өңірлерінде де осындай тұрмыстық қылмыстарға журналистер мен блогерлер мән бермейді. Журналистер мәжіліс кулуарында Ринат Зайытовтан баласы бауырынан айырылған, үй өртенген отбасыға осындай шара қабылдау қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз деп сұраған. Блогері бар, басқасы бар. Енді ақпарат онда сіздер толық Қазақстан бойынша ондай тұрмыстық қылмыстар бойынша беріп жатқан жоқсыздар. Шерзаттың оқиғасына байланысты журналистер мен блогерлерді кінәлаған екенсіз. Сіздер жалпы кінәлаған жоқ, мен оның әсері бар деп айттым. Мақаншада болып жатыр, Үржарда болып жатыр ондай жағдай. Мүлдем айтып жатқан жоқсыздар сіздер оны. Өзіңіздің жеке пікіріңіз қалай? Сіз қалай ойлайсыз? Қаншалықты әділ болып жатыр? Білмеймін, мен бұл оқиғаны өтірік айтпаймын, бейхабармын. Әкесін, мысалы қазір әпкесін елден депортациялайын деп жатыр. Соның кеселі ме деп ойлаймын. Бір сұраққа жауап алсақ болады ма? Соңғы Әкесін қамауға алып жатқан депортациялайын деп жатыр. Иә. Қайда депортациялайды? Бұл Қазақстанның азаматы емес дейді, әпкесі қателеспесем Өзбекстанға ма бір жаққа депортациялайды деген ақпарат мен шықты. айдан білмеймін, бейхабармын бұдан. Қалай осындай резонансты оқиғадан хабарыңыз жоқ? Бүкіл әлеуметтік желі шулап жатыр. Әлеуметтік желіден неше түрлі киноның айналасында шу болады. Оның бәрін қарап отыруға мен міндетті емес шығар, біріншіден. Екіншіден, мен қайталап айтамын, егер барлық осы оқиғаның айналасында жүрген журналистер, блогерлер шынымен қазақ қоғамындағы әділеттілікті, шынымен қазақ қоғамындағы кемшіліктерді түзетуге ұмтылған тұлғалар болатын болса, онда әділетті қарасын барлық облыстардағы болған оқиғаларға байланысты. Егер ондай оқиға жоқ десе, маған келіңіздер, мен қолдарыңызға берейін. Қай жерде қандай оқиға? Айтбек Амангелді қазір Шерзат Болаттың отбасы басқа баспанаға көшірілгенін мәлімдеді. Біз отбасын басқа аймаққа ауыстырдық. Қазір отбасы жаңа үйде қауіпсіз жерге көшірілді. Біз бұл ақпаратты жарияламаған едік. Нақты қай жерге көшірілгенін айтпаймыз. Бұл жариялауға жатпайтын ақпарат, деді Айтбек Амангелді. Сонымен қатар, отбасының адвокаты әкімдік тарапынан ешқандай көмек көрсетілмегенін айтты. Әкімдік үй беру бойынша ұсыныс жасаған болатын, сол жерде үй салып береміз деген еді. Алайда өртенген үйдің орнын тазалау жұмыстары бойынша да көмек көрсеткен жоқ. Тіпті әкімдіктен келіп, Қаржаубайдың көмектен бас тартатыны туралы айтқанын видеоға жазып аламыз деген. Қаржаубай бұл жағдайды түсінбей, еш нәрсе қажет емес екенін жеткізді, дейді отбасының адвокаты Саида Тәуекелова. Қандай оқиға болып жатыр? Мысалы, мен айтайын, семейде бір кісінің ұлын вақытында болған кезінде өлтіріп кетеді, соған іс қозғамағанда бір жылдан асты. Бұған бір-ақ кейс қана мысалы сізді айтып ауылдарда, аудандарда, оқушыларда сабақ кету бойынша өте көп ондай фактілер, кісі өлімі болып жатқан фактілер өте көп. Айналасында мархамат жүрсеңіздер, ал менің өзім егер бір осындай оқиғаның айналасында барлығы жиналып, оны мәжіліске дейін алып келіп, қандай да бір әңгіменің жанында от жағу керек болатын болса, күмәнмен қараймын. Резонанс оқиға ол бір әулеттің екі ұлы үйлерін бір әулетте көп ондай оқиға. Иә, қай оқиға, мен резонанс емес деп жатқан жоқпын. Оның айналасына байланып қалудың өзі мен үшін күмән.